иә. Кешіріңіздер ме, телефон өтіп. Сіздердің алдарыңызда Медеу ауданы жалпы білім беретін 100-ші мектеп мұғалімдері, педагог зерттеуші мұғалімдердің авторлық бағдарламалары бойынша өз іс тәжірибелерімен бөліседі. Бірінші бізде күн тәртібінде қазақ тіл пәні мұғалімі Қалымбаева Қарлығаш Нұрғазиевна өзінің авторлық бағдарламасымен таныстырады. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен қазақ тілі әдебиеті маманды басқа ұлт өкілдеріне өзімнің авторлық тақырыбымды қазақ және орыс тілдері лексикасындағы ортақ сөздер деген тақырыпты алдым. Бұл бағдарлама элективті курс немесе гимназиялық, лицейлік компоненттеріне арнайы курс деп ойластырдым. Аптасына 1 сағат, жалпы 34 сағат 7-ші сынып оқушыларына арналған. Айта кетсек, негізгі мақсат көздегенім бұл бағдарламада қазақ және орыс тілдеріндегі ортақ сөздерді зерттеу арқылы оқушылардың тілдік білімін кеңейтіп, олардың сөздік қорына әрине байытуға бағытталған, сонымен қатар оқушылардың тілдер арасындағы лексикалық қарым-қатынасы түсіне көмектесуге көзделеді. Өзімнің бағдарламаның негізгі міндеттері қылып, қазақ және орыс тілдеріндегі тарихи байланысын анықтау. Бұл мемлекетпен біз көршілес болғандықтан бізде көптеген себептер байланысқа негізделеді. Шекарадан бастасақ та, сондықтан лексикада бізде ортақ сөздердің шығу тегі өте көп, соны зерттеуге бағытталған. Оқушылардың тіл мәдениетімен көп тілділік дағдыларын дамыту, ол негізгі мақсаттың бірі. Лексикалық бірліктердің семантикалық ерекшеліктерін талдау, қандай жолмен шыққан, қай тілден енген демек сияқты, оның себебі не, қандай оған негіз болды, және ортақ сөздердің қолданысын практикалық түрде меңгерту. Енді мазмұнына шолу жасайтын болсақ, ол келесі зерттеулерге өзім көз салдым. Ол тілдік байланыстарды зерттеу, яғни қазақ және орыс тілдері арасындағы тарихи және мәдени ықпалдастықты түсіндіру. Соның ішінде лексикалық бірліктердің өзара байланысын көрсету. Лексикалық білімді кеңейтуде қазақ және орыс тілдеріндегі ортақ сөздерді жіктеу және олардың қолдану аясын анықтау, лексиканың даму заңдылықтарын меңгерту. Ал енді тіл болғандықтан бізде көп ортақ қағидалар шығады. Сондықтан тілді оқытуда біз көбінесе салыстыру дағдылысына сүйенеміз, әсіресе осы орыс тіліне. Сондықтан салыстырмалы талдау дағдыларын қалыптастыруда ортақ сөздердің мағыналық өзгерістерін анықтау, оқушылардың сөздік қорын байыту және сөйлеу мәнетін жетілдіруге осындай міндеттерді алдыма қойдым. Ал енді нені дамыту, осы бағдарлама жасаған кезде оқушылар бойында нені дамыту дегенде, бірінші ол көп тілділікті дамыту. Қазақ және орыс тілдерінің қатар меңгеру арқылы коммуникативтік, әрине оқушылардың бойындағы қабілеттерін жақсарту. Ортақ лексикалық қорды дұрыс қолдана білу, үйрету. Тіл мәдениетін қалыптастыру. Екі тілдің де байлығын түсінуге және құрметтеуге баулу. Тілдік қарым-қатынасын маңыздылығын көрсету. Бұл мақсаттар оқушылардың тілдік білімін арттырып, қазақ және орыс тілдерін меңгеруін тереңдетуге бағытталған болып есептеледі. Ал енді қандай бөлім десек, ол ақпараттық әдістемелік келесі бөлімдер. Жаңа айтып кеткенімдей, ол ең бірінші салыстырмалы әдіс. Қазақ және орыс тілдеріндегі ортақ сөздерді салыстыра отырып түсіндіру. Лексикалық жаттығулар, ол ортақ сөздер дұрыс қолдануға арналған тапсырмалар. Әрине тілдік ойындар, мысалы ортақ сөзді тап,
сөздік мозаика, терминдерді сәйкестендіру сияқты басқа да көптеген ойындар арқылы бекіту. Кейс әдісі, ол мысалы қазақ орыс тілдеріндегі ортақ сөздерді қолданып, міндетті түрде сөйлесу, диалог құру. Мысалы фишбоун әдісі, ол постермен, айта кетсек, жапондық профессор Сакава бойынша жаңа мәліметті, идеяларды сұрақ жауап арқылы жаза отырып қорытынды ойлардың соңында жинақтау. Бәрімізге белгілі көп сондай қолданыстағы қар кесегінде тіпті алсақ, ұжымдасып өз ойларын бөлісе алады. Осы әдіс арқылы нақтылыққа үйренеді мысалы. Сол сияқты смарт мақсаттар алсақ та, мақсат құруда нақты, өлшемді, қолжетімді шынайылыққа балаларды баулай аламыз. Енді қорытындай келе, егер менің авторлық бағдарламамен таныса келсеңіздер, мен жалпы қазақ және орыс тілдеріндегі лексикасындағы ортақ сөздерді бұл екі халық арасындағы ұзақ жылдар бойы қалыптасқан тарихи, мәдени және әлеуметтік байланыстардың айқын көрінісі болғандықтан осы тақырыпқа мен жөндім. Қазақ тіліне, орыс тілінен енген сөздер көбіне ол ғылымға, техникаға, міндетті түрде мәдениетке, әкімшілік салалармен байланысты болса да, орыс тіліне енген түркі текті сөздер тұрмыстық өмір мен дала мәдениетіне қатысты. Ортақ лексика бұл тек тілдік құбылыс қана емес, сонымен бірге халықтар әрине арасындағы өзара ықпалдастықтың белгісі. Мұндай сөздер екі тілдің де дамуына, сөздік қорларын байытып, толығына ықпал ететіні мәлім. Сондықтан бұл тақырып тілдік әрі мәдени зерттеу үшін маңызды болады деп санап, осы тақырыпқа мен жүгіндім. Менде болды, сұрақ болса. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, ұсыныс тілектеріңізді чатқа жазып кетулеріңіз сұралады. Сұрақтарыңызды да чатқа жазуларыңызға болады. Рахмет, онда сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі бізде қазақ тіл пәні мұғалімі Қалиева Құралай Есентаевна оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым дағдыларын тиімді қолдану әдіс тәсілдері тақырыбында өзінің авторлық бағдарламасымен сіздерді таныстырады. Құралай Есентаевна. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен жалпы 100-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімін. Бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым дағдыларын тиімді қолдану тәсілдері. Яғни бұл бағдарламамен элективті курс 7 сыныпқа арналған және аптасына 1 сағат, жылдық жүктемесі 34 сағат құрайды. Яғни бұл авторлық бағдарлама мақсаты оқушылардың қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын жан-жақты дамыту, оқылым, тыңдалым, айтылым және жазылым дағдыларын кешенді түрде меңгеруіне жағдай жасау, оқушылардың қазақ тілінде еркін сөйлеп алу қабілетін арттыру арқылы олардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, орыс сыныптарындағы оқушылардың қазақ тілін меңгеруге деген қызығушылығын арттыру, олардың мемлекеттік тілді қолдануға ынталандыру. Міндеттері: оқушылардың оқылым дағдысын дамыту үшін қазақ тіліндегі мәтіндермен жұмыс істеу әдістерін меңгерту, мәтін мазмұнын түсіну және оны талқылау қабілеттерін арттыру. Тыңдалым дағдысын дамыту мақсатында аудиоматериалдарды қолдану арқылы тыңдау және түсіну қабілетін қалыптастыру. Тыңдалған материал негізінде сұрақтарға жауап беру және пікір білдіру дағдыларын жетілдіру. Айтылым дағдысын дамыту үшін оқушылардың қазақ тілінде сөйлеуге ынталандыру, диалог пен монологтарды құру, пікірталастар ұйымдастыру арқылы олардың сөйлеу қабілетін жетілдіру. Жазылым дағдысын дамыту мақсатында
жазбаша жұмыстарды орындау, шығармашылық тапсырмалар орындау және тілдік ойындар арқылы жазу қабілетін жақсарту. Бағдарламаның жаңашылдығы. Бағдарламаның жаңашылдығы оның тілдік дағдыларды игерудегі кешенді және интеграциялық тәсілдерді қолдануынан көрінеді. Бағдарламада тыңдалым, айтылым және жазылым дағдыларының әрқайсысы бір-бірімен тығыз байланыстар қарастырылады. Бұл оқушыларға қазақ тілін тиімді үйренуге көмектеседі. Сонымен қатар, бағдарламада интерактивті оқыту әдістері кеңінен қолданылған. Бұл әдістер оқушылардың тілді практикалық жағынан меңгеруіне ықпал етеді. Мысалы, тыңдалым дағдысын дамыту үшін аудиоматериалдар, айтылым дағдысын дамыту үшін тілдік ойындар, ал жазылым дағдысын дамыту үшін шығармашылық тапсырмалар қолданылған. Бағдарламаның тағы бір жаңашылдық аспектісі заманауи цифрлық технологияларды пайдалану. Оқушыларға онлайн платформалар мен мультимедиалық құралдар арқылы дағдыларын дамытуға мүмкіндік беріледі. Бұл әдістер қазіргі заман талабына сай және оқушылардың тілді меңгеру процесін қызықты әрі тиімді етеді. Яғни бұдан күтілетін қандай нәтиже күтуге болады? Нәтиже. Оқылым дағдысы оқушылар қазақ тіліндегі мәтіндерді еркін оқып, олардың мазмұнын түсіне алады, мәтінге қатысты сұрақтарға жауап бере алады және негізгі идеяларын талқылайды. Тыңдалым дағдысы бойынша оқушылар аудиоматериалдарды тыңдап, олардың мазмұнын түсінеді. Тыңдалған материал бойынша сұрақтарға жауап береді және өз ойларын білдіреді. Айтылым дағдысы бойынша оқушылар қазақ тілінде диалогтар мен монологтар құрастыра алады, пікірталастарда белсенді қатысады, өз ойын еркін және анық жеткізе алады. Жазылым дағдысы бойынша оқушылар қазақ тілінде түрлі жазбаша жұмыстарды орындап, шығармашылық тапсырмаларды орындай алады. Өз ойын жазбаша түрде еркін білдіре алады. Коммуникативтік құзыреттілік оқушылар қазақ тілінде тиімді қарым-қатынас жасай алады, топтық және жұптық жұмыстарды белсенділік танытады, өзара қарым-қатынас орнықтырады. Яғни, қорытындыға келетін болсақ, бұл авторлық бағдарлама оқушылардың сөйлесу тілін дамытуға бағытталған. Оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым дағдыларын тиімді қолдану арқылы оқушылардың тілдік құзыреттілігі артады. Яғни, менің авторлық бүгінгі бағдарламамның. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен номер 100 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, есімім Нұрсұлтан Кенжегүл. Менің бүгінгі таңдап отқан авторлық бағдарламаның тақырыбы мәтінмен жұмыс жүргізу арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Яғни бұл жерде менің алып отқан мақсатым оқушылардың қазақ тілін өмірлік жағдайларда қолдана білу, дағдыларын дамыту. Функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы мәтінді түсіну, ақпаратты талдау және оны тәжірибеде пайдалану қабілеттерін қалыптастыру. 7-ші сынып оқушыларының тыңдалым, оқылым, айтылым және жазу дағдыларын дамыту арқылы функционалдық сауаттылығын арттыру. Оқушылардың қазақ тілін өмірлік жағдайларда қолдана білу дағдыларын дамыту. Функционалдық мәтінмен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру, өмірмен байланыстыру. Берілген тапсырмалар арқылы оқылым, тыңдалым, жазылым және сөйлесім дағдыларын қалыптастыру арқылы функционалдық сауаттылығын арттыру. Оқушылардың шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамыту. Және бұл жерде бағдарламаның ерекшелігі алып жатқан. Бағдарлама тек қана академиялық білім беруді көздемейді, оны өмірде қолдануға бағыттайды. Оқушылар күнделікті өмірлік жағдаяттарға қажетті мәтіндер мен тапсырмалар мен жұмыс істей отырып, функционалдық сауаттылығын арттырады. Бағдарлама аясында қолданылатын барлық тапсырмалар өмірлік шынайы жағдаяттарға негізделген. Бұл авторлық бағдарламаның ерекшелігі оның мазмұны мен құрылымы оқушылардың күнделікті өмірде қазақ тілін тиімді қолдана алатын дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Нәтижелер атап өтетін болса, оқушылар өмірден алынған мәтіндерді түсінеді, негізгі ақпаратты анықтайды, мәтіндегі ойды талдап, өз көзқарастарын білдіре алады. Тапсырмалар арқылы оқылым, тыңдалым, жазылым және сөйлесім дағдыларын жетілдіреді. Тілді күнделікті өмірде тиімді қолданады. Бағалау жүйесінің жаңашылдығы
Бағалау оқушының тек білімін емес, өмірлік дағдыларды меңгеруін көрсететін критериалды жүйеге негізделген. Бұл жерде оқушылардың жетістігі, яғни өмірлік тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағаны, мәтінмен жұмыс жасау қабілеті, өз ойын жазбаша және ауызша жеткізу дағдылары арқылы бағаланады. Бүгінгі авторлық бағдарламамды қорытындылай келсем, мәтінмен жұмыс жүргізу оқушының тек оқу дағдысын ғана емес, сонымен қатар өмірлік маңызы бар функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған маңызды әдіс. Мәтінмен тиімді жұмыс жүргізу білім берудің заманауи талаптарына сай келетін, оқушының жан-жақты дамуына қамтамасыз ететін құнды құрал. Мұғалімдер осы әдісті жүйелі қолдана арқылы оқушылардың оқу сауаттылығын ғана емес, сонымен бірге олардың тұлғалық, әлеуметтік және құзыреттерін қалыптастырады. Назарларыңызға рахмет. Здравствуйте. Тема элективного курса. Меня зовут Кабулханова Марал Жанаевна. Я учитель истории, работаю в образовательной школе номер 100. Тема элективного курса «Археологическое наследие Казахстана» для 10 класса. То есть у нас содержательная часть — это раздел введение в археологии, то есть здесь методы датировки находок проводим. Второе, артефакты — это их значение, памятники класса датабайской культуры, это каменные и глиняные сосуды андронской культуры и так далее. Третье — это древняя культура Казахстана. Здесь мы проходим стоянки Каратау, Бөрік, Казган, Шабақты, изучаем особенности пути хозяйства бутайцев. И четвертое — это городская цивилизация и Великий шелковый путь. Так, теперь следующая информационная и методическая часть. Это методы проблемно-диалогические лекции проводим с учениками, работа с текстовыми и визуальными источниками, анализ артефактов, это по изображениям, видео, описанием, и мини-исследование, работа в малых группах. Потом проектная деятельность и виртуальные экскурсии. Это получается, мы проводим с учениками по музеям, археологическим объектам и так далее. Следующий. Теперь заключение. Элективный курс «Археологическое наследие Казахстана» способствует расширению исторических значений, учащихся формированию у них научного взгляда на прошлое и развитию исследовательской культуры. Он направлен на воспитание патриотизма, уважение к истории своей страны и сохранение культурного наследия. Особое внимание в курсе уделяется практической и проектной деятельности, что позволяет учащимся не только воспринимать информацию, но и осмысленно ее применять, формируя навыки анализа и поиска презентации результатов своей работы. Программа открывает широкие возможности для интеграции с другими предметами истории, географии, культурологии, искусством и может быть гибко адаптирована по интересу и уровень подготовленности учащихся. Задавайте вопросы. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, айтып отырыңыздар. Здравствуйте, можно вопрос, да? Можно, пожалуйста. Здравствуйте, я учитель истории общеобразовательной школы 142 Турсибского района. Хотела бы спросить, вот работа с источниками, насколько хорошо умеют ли работать ученики 10 класса с источниками? Насколько они осознанно подходят, как они понимают вообще, насколько они владеют? Источники, например, в основном мы повторяем же 10 класс, то есть повторение идет. Мы, чтобы ученики, чтобы поняли, мы ходим на экскурсию, есть тоже виртуальная. Сейчас часто вот этот используем, потому что они, когда, например, «Золотой человек» мы проходим, они смотрят, трогают, и они очень хорошо понимают. Потом мы разные интернета источники пробуем тоже учащихся.
Еще есть вот это 4 тома «История Казахстана». Это тоже источники. Особенно 3-й том «История Казахстана». Вот это мы часто изучаем с учащимися, с ними. Хорошо, спасибо большое. Очень интересно. Тағы сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, әріптестер чатқа жазуларыңызға болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Если нет Жақсы, онда вопросов, әріптестер, сіздердің алдарыңызда медеу ауданы нөмір 1-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі және тарих пәні мұғалімдері өз іс тәжірибелері мен авторлық бағдарламаларымен таныстырды. Ұсыныс тілектеріңізді мектеп сайтына, почтасына жазуларыңызға болады. Барлық материал мектеп инстаграмында, фейсбукта және мектеп сайтында жарияланады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.